Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мінекей, қазақтар айтпақшы наконец-то. Кәдімгі биогумус, яғни табиғи топырақ деп аталатын шалшындардың шығаратын көңімен өсірілген дарбыз, қарбыз немесе арбуз. Бисмилля. Ой, машалла. Енді қазір дәмін көру керек. Оямыз ба, қалай істейміз, тілеміз ба? Ойған дұрыс сияқты. Дұрыс па? Ал, бісмилля. Селитрамен жеп үйреніп қалған халыққа СМС жіберейін деп тұрмыз, мына жерде. Ол бір үлкен қазақ елінде көкөніс, жеміс жидек Эко-өнім. тарихында бір не дегенде бір нүктесі, өзгеріс нүктесі. Одан кейін базарларда көкөніс жеміс жидектердің төбесінде сертификаты бар биогумуспен өсірілген дәнді дақылдар деген жазуды көретін боласыздар. Мұнау ең алғашқы сәттер. Аллах нәсіп етсе. Біз қазір ас көрейік. Ас болсын, вәләдар. Бая ата-апаларымыздың огородының дарбызына жердің құнарымен өсетін. Дәл сол ғой. Машалла. Ас болсын. Ас болсын, балалар. Аллаға шүкір. Табиғи өнімге де жеттік. Аллахтың қалауымен.